Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз күн мен түн деп аталатын пирог пісіреміз. Бұл бәліш мамықтай жұмсақ әрі дәмді болады. Менің балаларыма бірден ұнады. Сіздердің отбасыңыздағы адамдарға да ұнайды деген сенімдемін. 4 жұмыртқаға шым-шым тұз салыңыз. Миксерлей бастаңыз. 1 стакан қант қосып 5 минуттай миксерлеңіз. 50 мл сұйық май қосыңыз. Илеуіштен өткен ұнмен қопсытқышты араластырып қосыңыз. Қызып тұрған пешке 160 градусты қойып 30-35 минутқа салыңыз. Бисквит піскенше сіңетін құйманы жасайық. 1 табаға қант пен какаоны, сары майды, суды араластырыңыз. Қайнағанша отқа қойыңыз. Қайнаған соң отты өшіріңіз. Бисквитіміз жұмсақ боп пісті. Бисквитті тіс шұқығыш немесе таяқшаны алып, тесіктер жасаңыз. Видео ұнап жатса, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіз. Сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Дайын болған сіңетін құйманы бүкіл бисквиттің үстіне құйып шығыңыз. Талғамыңызға сай грек жаңғағы немесе жидекпен әсемдесеңіз болады. Осы күн мен түн пирогы өте дәмді, жұмсақ болады. Отбасыларыңызға жасап берулеріңізге кеңес беремін. Бір жасағаннан ақ ұнатып қалатыныңызға сенімдімін. Қалай кедағы? Ләйла, бомба де. Лайк қой, Ләйла, так, лайк қой. Лайк.